иесі ұлымаласқан гәплерді ол бірінші екінші бетте қайсы бетте келусе де келуі мүмкін, бірақ гәп үш бетке тиесілі болады. Яғни гәптің мәнісі үш бетке тиесілі болады. Бұлар көбінше нақыл мақаларда, ұшырма сөздерде қолданылады. Мысал үшін, жақсы көреді екен деп бара берме, береді екен деп ала берме, сен деген екінші бетте келіп тұрды, бірақ ол саған тиесілі емес, ол әммеге үш бетке де тиесілі. Және мысал, болмас іске Полат бол, Полаттан да қатты бол. Бұл жерде сен екінші бет арқылы біліп тұрды, бірақ екінші гәп үш бетке де қатынаслы. Үш бетке де қатынаслы болып тұрды. Демек, иесі ұлымаласқан гәплерде сол үш бетке қатынаслы болып айтылады екен. Бірақ бір бетті көрсеткенім екен, бұны білу керек. Және жер айдасаң күз айда, күз айдамасаң жүз айда. Бір күнлік жолға шықсаң, үш күнлік азық ал. Не ексең, соны орасаң. Бұларда иесі ұлымаласқан гәп деп айтылады.